Баршаңызға сәлем. Біз бүгін ең оңай дайындалатын печенье жасайтын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. 3 жұмыртқаның үстіне қантты қосып, біркелкі болғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Аппақ болып көпіргенше. Көпіргеннен кейін оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосып, оны да барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң оның ішіне қопсытқышты қосып, еліктің ішінде араластырып аламыз. Міндетті түрде онда еліктен өткіземіз. Барлығын араластырып, біркелкі қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болған соң қасықтың көмегімен домалақ формаларға келтіреміз. Содан кейін барлығын осылай жақсылап келтірген соң 180 градуста пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Содан кейін осындай керемет печеньелер пісіп шығады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Егер осы рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.